Жақша ашу. Егер де мынандай жағдай кездессе, жақша қасында бір кейіпкер, сан, әріп, мысалы, онда арасында көрінбейтін көбейту әрдайым болады. Егер де оны ұмытсаңыздар, жерге қойып қоюға болады. Жақшаны ол кезде қалай ашамыз? 2 көбейтесіздер 3-ке 6, мына жерде бізде қосу 2 көбейту 4, сіздерде 8 болады. Егер де сандардың орнына әріптер болса, 2 көбейту а, 2а, себебі 2 мен аның арасында көрінбейтін көбейту. Яғни, аның орнына 3-ті елестетсеңіз, ол бізде 2 көбейту 3 деп осылай да жазуға болады, немесе осылай да жазуға болады. 2 көбейту б, 2б. Сонда, оң жағын біз көп мүше деп атаймыз. Мына жерде бізде сол жағында бізде көбейтінділер. Кері қарай түрлендіруге оны да білу керек. Егер де керісінше жақшаға кіргізу қажет болса, онда сіздер сұрайсыздар. Қай сан немесе әріп екеуіне де барлық мүшелерге бөлінеді. 6 мен 8-ге 2 бөлінеді. Сондықтан 2-ні сыртқа шығарасыздар, сосын 2 бөлу 6 жақшаның ішіне 3 кіргізесіз, 8 бөлу 2, 4. Яғни былай да түрлендіру керек. Себебі бір есептерде бізде қысқартқанда бөлшектер болған кезде көбінесе сол жағы керек, ал теңдеулерді көбінесе шешкен кезде бізде жақшаны керісінше ашу керек. Енді жақшаның қасында алдында, маңызды алдында минусы немесе плюс болса, онда сіздер не істейсіздер? Минус болса, жақшаның ішінде қарама-қарсы амалға ауысады. Жақшаны алып тастайсыздар да, бізде мынау плюс, мына минусқа айналады. Оны қалай тексеруге болады? Бұлай шығарып көріңіздер. 3 қосу 4 7, 2 минус 7 минус 5 болады. Мына жерде сіздерде 2 минус 3 минус 1, минус 1 минус 4, сіздерде минус 5. Яғни олар бірдей, яғни кей есептерде сол жағын қолданасыздар, кейбір есептерде оң жағын. Әріптері қасында тұр. Егер де плюс болса алдында, онда не істейсіздер? Онда жақшаның ішінде ештеңе өзгермейді. Себебі олар тең, санап көріңіздер. Яғни жақшаны ашқанда, жақшада бізде ішінде ештеңе өзгермейді, сол бойымен қалады. Жай ғана жақшаларды алып тастайсыздар.